Қозғалатын сөрелер. Нораның қасындағы сөрелер қозғала бастады. Олар бұрышын өзгертпей көлденең тұрған қалпында жылжыды. Бір қарағанда сөрелер сол қалпы тұрғандай, кітаптар өздігінен қозғалып бара жатқандай көрінді. Қалай екенін ешкім түсіндіріп бере алмас еді. Оларды жылжытып тұрған адам немесе зат жоқ. Сөренің арғы жағындағы кітаптар құлап бер жаққа әсер етуге деуге тағы келмейді. Қозғалысты ешкім бастамады. Әр сөренің өз жылдамдығы болса керек, кітаптар әрқилы қозғалып жүр, бірақ бәрінің қозғалысы баяу, біркелкі. Не болып жатыр? Күрт өңі қатайып, денесін тіктеп алған миссис Элм Нораға жақындады. Қасына келіп, қос қолынан ұстады. Бастайық, қымбаттым. Түсінбедім. Нені бастаймыз? Әр өмірдің миллион шешімі бар. Әр қайсысы өміріне азды-көпті ықпал етеді. Өмірінде әр жаңа шешім қабылдаған сайын нәтижесі басқаша болады. Өткенді кері қайтара алмайсың. Бір шешім бүкіл өміріңді басқа бағытқа бұрады. Мына кітаптар сен сүруін мүмкін болған өмірге апаратын порталдар. Немене? Қанша мүмкіндік болса, сонша өмірім бар деймін. Бұл өмірдің әр қайсысында басқа таңдау жасай аласың. Нәтижесі де басқадай болады. Бұрынғы өмірінде бір нәрсені басқаша істесең, қалған өмірінде өзгеріп кетер еді. Осының бәрі түн ортасындағы кітапханада бар. Оның бәрі елес емес, шынайы өмір. Параллель өмір ме? Үнемі параллель деуге келмес. Кейбірі перпендикуляр. Сонымен бұрын бас тартқан тағдырында байқап көргің келе ме? Басқаша өрбуін қалаған оқиғалар болды ма? Нені өзгерткің келіп еді? Қателік жасаған түсін бар ма? Бұл оңай сұрақ еді. Иә, деді Нора, өмірім тола қателік болды. Жауабы кітапханашының мұрнын жыбырлатса керек. Миссис Элм жемпірінің жеңінен қағаз сулық суырды. Сулықпен бетін басып түшкіріп жіберді. Аман болыңыз, деді Нора. Кітапханашының қолындағы сулық біреу сиқыр жасағандай демде жоқ болып кетті. Мән бермей-ақ қой, сулық та өмір сияқты. Біреуі жоғалса, басқасы пайда болады. Миссис Элм әңгімені үзілген жерінен ары сабақтады. Бір нәрсені қате жасау, бәрін қате істеуге пара-пар. Өмірде бір қателік жіберсен болды, кейін қанша тырыссаң да оны түзей алмайсың. Тек сен қазір өмірдің өзінде емессің, сыртына шығып кеттің. Басқа шешім қабылдағанда өмірін қай арнаға түсетінін көруге мүмкіндік бар, Нора. Мұның бәрі өтірік, маған елестеп тұр, деп ойлады Нора. Миссис Элм оның ойын оқып қойғандай, шынымен болып жатыр, Нора Сид, тек сен білетін, сен түсінетін шындық емес. Нақты сөз іздесен, өлі ара әлем деп ата. Бұл өмір емес, өлімде емес. Біз білетін кәдімгі өмірге ұқсамайды. Түс көріп жатырмын деп те айта алмайсың. Еш қайсысы емес. Қысқаша айтқанда түн ортасындағы кітапхана. Баяу қозғалып тұрған сөрелер кілт тоқтай қалды. Нора сөрелердің бірінде иық тұсында үлкен саңылау пайда болғанын байқады. Басқа сөрелердің бәрінде кітаптар иық тіресіп, қапталдасып тұрса, саңылау пайда болған тұстағы жіңішке әппақ сөреде бір кітап қана тұр. Басқалары сияқты жасыл да емес. Сұр кітап екен. Нора қалың тұман арасынан көрген ғимарат сыртындағы тастың түсіндей сұп-сұр. Миссис Элм сөреден кітапты алып Нораға ұсынды. Крисмас сыйлығын сыйлағандай өңінен мақтаныш сезіледі. Миссис Элм ұстап тұрған жеңіл сияқты еді, қолына алғанда байқады, ауыр кітап екен. Нора кітапты ашқалы жатқан. Миссис Элм басын шайқады. Мен рұқсат етпейінше, ашушы болма. Неге? Мына кітапханадағы кітаптардың бәрі сенің өмірінің түрлі нұсқасы. Тек бір кітап қана басқаша. Мынау сенің кітапханаң. Тек саған арналған. Есінде болсын, әр адамның өмірі түрлі нұсқада өрбуі мүмкін. Оның шет-шегі жоқ. Сөредегі кітаптар сенің өмірің бәрі бір уақытта басталады, дәл қазір. Түнгі 12-ден бастау алады. 28 сәуір, сейсенбі күні. Алайда кітапхана ұсынатын өмір нұсқалары бірдей емес. Кейбірі ұқсас, кейбірі
мүлде өзгеше. Миын айналады екен, деді Нора. Тек біреу емес, бөлек деймісіз? Мынау ма? Нора сұр түсті кітапты нұсқады. Миссис Элм қасын керді. Иә, осы ғана. Осы кітапты сен жазып шықтың. Өзің оны білмейсің. Қалай? Барлық мәселенің бастауы осы кітапта, жауабы да осында. Сонда бұл не кітап? Қымбаттым, бұл өкініштер кітабы деп аталады.